Массасы 3 грамм көмірсутек жанғанда 8-8 грамм көмірқышқыл газы және 5-4 грамм су түзілді. Көмірсутектің ауамен салыстырғандағы тығыздығы 1,3-ке тең болса, белгісіз көмірсутектің молекулалық формуласын тап деп есеп шартында беріліп тұр. Енді балалар, біз мына көмірсутек жанғанда деп тұр ғой, сол үшін белгісіз көмірсутекті жағамыз енді. Белгісіз көмірсутек болғандықтан X, H, Y деп алайық. Жанғанда деген сөз тұр, сол үшін оттек қосамыз. Кез келген көмірсутекті жанған кезде көмірқышқыл газы және де су түзіледі. Енді біз мына белгілі мәндерді әрқайсының өзінің астына жаза аламыз. 3 грамм көмірсутек болып тұр. Мынау белгісіз көмірсутегіміз 3 грамм болып тұр. 3 грамм болып тұр. Енді мынау 8-8 грамм көмірқышқыл газы деп тұр. 8-8 грамм. Және де су. Су мінеке бізде 5-4 грамм. Және де тағы бір мына жерде салыстырмалы тығыздығы беріліп тұр. Ауамен салыстырғанда деп тұр. Енді біз ауа тұрақты шама бізде. Мына жаққа жазайын. Ауамыз біздің ауамыз тұрақты шама 29-ға тең. Ауаның ішінде не бар балалар? Ауаның ішінде оттегі бар, азот бар, көмірқышқыл газы бар. Солардың жалпы орташа салыстырмалы массасы тұрақты шама 29-ға тең. Енді осы 29-ға көбейтеміз біз. Жақта бірде, жаққа көбейте салайыншы. 29-ды көбейтемін 1,3-ке. Себебі бұл есеп шарты бойынша беріліп тұр. 1,3-ке тең деп тұр. Көбейтейік 29. 29 көбейтемін. 29-ды 1,03-ке көбейтетін болсам 29-да 87 болып тұр. 29-да 87. Бұны жоқтайтын болсақ 30 болып тұр. Жоқтасақ 30-ға тең. Яғни белгісіз көмірсутегіміз біздің молярлық массасы 30-ға тең болу керек екен. Бұны тауып алдық. X бірінші есеп шарт бойынша орындайтын жолымыз. Енді келесі, мына жерде бізге көмірқышқыл газы арқылы көміртек тауып болады, су арқылы сутек тауып болады. Мына жақта енді әрқайсының мөлшерін тауып алайық. Мөлшері көмірқышқыл газының молярлық массасын мына жаққа жазайық. Мр көмірқышқыл газынікі 12 қосылған 16 көбейтілген 2 шығады 44. Дәл сол сияқты судыкін да жазып алайық. Судыкі бізде 18-ге тең балалар. 1 көбейту 2 қосылған 16. 18 шығады. Енді мына 44-ті мен мына көмірқышқыл газының астына жазамын. Осы арқылы көміртек тауып аламыз. Одан кейін мына жаққа 18 жазайық судың массасын. Бұл жерде қанша шығады екен? 8-8-ді бөлеміз 44-ке 0,2 мол шығады. 0,2 мол. Бұл жерде көміртек 0,2 мол екен. Енді су арқылы сутек тауып алайық. 5-4-ті бөлеміз 18-ге. Сонда 0,3 шығады. 0,3. Енді мына жерде сутек 2 штук болғандықтан 0,3-ті 2-ке көбейтеміз балалар. Сонда 0,6 мол шығады. Сутек мына жақта 0,6 мол екен, көміртегіміз 0,2 мол екен. Енді балалар, мына жақта бізде 3 грамм бар еді. 3 граммды 30-ға бөлетін болсам 0,1 шама 3 бөлінген 30 0,1 мол шығады. 0,1 мол.
Енді 0,2-ні 0,1-ге бөлетін болсам, мына жерге x тең көмір қышқыл газы бөлеміз органикалық затқа, белгісіз органикалық затқа бөлеміз 0,2, міне мына 0,2-ні 0,1-ге бөліп жатырмын. Сонда бізде 2 шығады. Екінші дәл сондай 0,6-ны 0,1-ге бөлім. Сол кезде 6 шығады. Демек біздің мына жақтағы көміртегіміздегі x-іміз 2-ге тең екен. x-ның орнына біз 2-ні қоямыз мына шыққан. Сутектегі y-ның орнына біз мына 6-ны қоямыз. x1, мына x2 десе алады. Сонда біздің іздеп отырған затымыз этан екен балалар, белгісіз затымыз.